Ассалаумағалейкум қазақтарым. Өсекші жұмаққа кірмейді. Білесіздер ме? Білмесеңіздер тыңдаңыздар. Қазіргі уақытта интернетте өсек тарататындардың саны күн сайын артып кетеді. Олар оңға да солға да басқалардың құпияларымен бөліседі. Және өсекпен қауесет таратады. Олардың ешқайсысы бұл үлкен күнәлардың бір екенін білмейді. Құранда өсекші деп аталатын сүре бар, 104-ші сүре. Онда кез келген өсекшімен жала жабушының қайғылы жауап беретіндігі ескертіледі. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам өсекші жұмаққа кірмейді деді. Бухари, Муслим. Көріп отырғаныңыздай басқа адамдар туралы өсекпен қауесет тарататын адам жұмаққа кірмейді. Тағы бір басқа хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: өсек зинақорлықтан да жаман. Сахабалар оған өсек зинақорлықтан қалай жаман болуы мүмкін деп сұрағанда, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай жауап берген: егер зинақорлық жасаған адам кешірім сұраса, Аллах оны кешіреді. Ал өсекші өсек айтқан адам оны кешірмейінше кешірілмейді деді. Бірақ сауатты адамдар басқа сауатсыз дүмше уағызшылардың басқа адамдарды діни мәселелерде адастырып жатқандарын көрсе, ол адам халықты ескертуі керек, осы дүмше молдалардың артынан адасып кетпеулері үшін. Бұл әрбір сауатты адамның Аллахтың алдындағы міндеті болып табылады.